Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге каркаде жасауды көрсететін боламын. Өте оңай, өте дәмді сусын. Үйдегі балалар жақсы көреді, сүйіп ішетін болады. Жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен кез келген су жарай береді. Мұздай қайнаған су. Менде 2,5 литр алдым. Магазиннің дайын каркадесін аламыз. Қандай су құйсаңыздар да айырмашылығы жоқ. Менде мұздай су болды. Қайнаған су құйсаңыздар да жарай береді. Мен 2,5 литрге 3 ас қасықтан аса салдым. Каркадеміз бір араластырып жіберіп, отқа қоямыз. Отта қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып 20 минутқа қайнатып аламыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай керемет түс беретін болады. Дәміне қарай шекер қосасыздар. Мен бір кесе шекер қостым. Және де мята, лимон қосуға болады. Менің қызым ұнатпағандықтан ондай заттарды қоспадым. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Магазиннің соктарын ішкізбей, үйде осылай өзіңіз жасап берсеңіз де болады. Балалар өте сүйіп ішетін болады. Сіз де жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Лайк, комментарий жаза кетіңіз. Сау болыңыз. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.